Ассаламағалейкум. Армысыздар. Тікелей эфирде информ бюро сіздермен бірге Лимара Салих. Және Мақсат Толықбай, назарларыңызда бүгіннің басты жаңалықтары. Қарағандыда екпеден кейін неге туберкулез шыққан? Дәрігерлер кінәлі ме, әлде сапасы дәрінің кесірі тиді ме? Көп қабатты тұрғын үйден шыққан өрт бір күнде бүтіндей бір отбасына қайға келді. Өскемен жабық қалаға айнала ма? Ондағы миллиондаған тонна қалдықтың халыққа әсері қандай? Мәжілісмендер тұрғын үй құрылысының сапасын қадағалайтын қоғамдық бақылау енгізбек. Сәйкесінше заң жобасының дайындалып жатқандығын бүгін халық қалаулылары жеткізді. Бұл қабырғасы қақыраған жаңа үйлер төңірегіндегі дау-дамайға қатысты пысықталып жатқан жұмыс екендігін депутаттар жасырмайды. Сонда бұған дейінгі нысандардың сапасын ешкім бақыламаған ба? Бақыласа бес обадағы жағдай болмас еді ғой. Айта кетейік, жақында құрылыс сапасына қатысты тағы бір жайт қылаң берді. Астанада көп қабатты үйдің тұтастай бір отқа оранып, толығымен жанып кетудің аз алдында қалған. Жалын үйді шарпыған кезде Ольга асханада ас әзірлеп жатқан, әлде бір жарылыс дыбыстарын естіген ол дереу далаға шығады. Сонда ғана көршілерімен бірге техникалық жөндеу орталығындағы оттегі баллондарының атылып жатқандығының куәсі болады. Өрт аузынан әзер дегенде аман қалған көп қабатты үйдің 40 пәтері жанып кеткен. Мүлік, ыдыс-аяқ пен киім жарамсыз күйге айналған. Алайда бұл оқиғаға кім жауапты және келтірілген залалды кім өтейтін әзірге белгісіз. Пошла на балкон, выглянула. Там уже было пламя. Қылтиманың терезесі балқып, мен киініп сыртқа шыққанша түгі қалмай жанып кетті. Арасы 3 минуттың ішінде үй өртке оранды. Көршілерімнің бәрі сыртқа қарай ағылды. Мен үй құжаттарын әзер дегенде алып үлгердім. Мамандар бұл өртті 3-ші дәрежелі, яғни ең күрделі деп бағалап отыр. Отты ауыздықтауға қаладағы өрт сөндірушілердің барлығымен 30 техника құралы жұмылдырылған. Ақыры жалын 3 сағаттан кейін ғана сөндірілген. Өрттің шығу себептері әлі анықталуда. Екі қабатты жатақханадан өрт шығып, кейін ол осы тұрғын үйге ауысқан. Біз төтенше жағдай орнына келген кезде өрт 9-шы қабатқа дейін көтерілген екен. Оттың қандай жағдайда таралғаны анықталып жатыр. Өткен оқиғалар тізбегінен кейін мәжіліс депутаттары желпініп жаңа үйлердің сапасын талқылауға кірісті. Халық қалаулыларының пікірінше құрылысқа қоғамдық бақылау орнату қажет. Үкімет жақын уақытта тұрғын үй құрылысының көлемін ұлғайтпақ. Ал құрылыс барысын болашақ қоныстанушылардан артық ешкім қадағаламайды, дейді депутаттар. Біздің ойымызша, қоғамдық бақылау жөніндегі заң жоба негізінде адамдар өздіктерінен сапа мен қауіпсіздік мәселелерін қадағалауға алып, нәтижесінде бұл жүйені оңтайландыра алады. Бұл сұрақтар қоғам үшін өте маңызды. Қазіргі кезде аталмыш заң жоба пысықталу үстінде. Депутаттар адамдарды қоғамдық ұйымдарға бірігіп, жарты жылда бір рет құрылыс нысандарына тексеріс өткізіп тұруға шақыруда. Ал баспаналары күйген Астана тұрғындарына жаңа құрылыс жөндеу жұмыстарын жүргізіп бермек. Қуанышқа орай олардың барлығы дін аман. Үлескерлердің күшімен тұрғызылған бұл үй осымен 2 рет жанып үлгерген. Жанар Жолтаева, Нұрзат Кәрім, Санат Иманғалиев, Информ бюро 31 арна, Астана. Ал Қарағандыда жан түршігерлік оқиға болды. 3 баласын қараусыз қалдырған ананың 1,5 жасар бесіктен белі шықпаған кішкентай қызының денесін күйік шалып, тұншықтырғыш газға уланған көз жұмса, тағы 2 баласы терезеден секіріп, көптеген дене жарақаттарымен ауруханада жатыр. Зауыт маңайында орналасқан 2-ші қабаттағы пәтер шамамен күндізгі сағат 5-терде отқа оранған. Жалындаған өрт ішінен кішкентай қызды алып шыққанымен денесін күйік шалып, газға уланған сәби жедел жәрдем көлігінде жан тапсырды. Ал 5 жасар ұл бала мен 4 жасар қыз терезеден секіргенде ауыр жарақат алған. Олар да газға уланыпты. Балалардың үлкені өрт кезінде мектепте болған. Көршілердің сөзіне қарағанда, араққа жиі салынатын ададан бұдан бұрында бақылау органдары балаларды 3 рет алып қойып, қайтадан қолына тапсырған. Көршілері кеш естіген бәрін. Балалар әйнектен секіріп кеткен. Көршілері келіп көмектескенше есікті ашып барғанша балалар әйнектен секіріп кеткен. Ал Талдықорған маңайында орналасқан кафе әжетханасынан тастанды бала табылды. Жаңа туылған болпынақтай бүлдіршінді безбүйрек анасы әжетхана кіреберісіне тастап кеткен. Көрер күні бар шырылдап жатқан бүлдіршінді өтіп бара жатқан әпкелі сіңілі 2 қыз байқап қалған. Дереу полиция мен жедел жәрдем қызметін шақырған келіншектердің айтуынша, үсті басы кір-кір баланың кіндігінен олар шарананың жаңа туылғандығын айғарған. Оқиға болған жерге келген тәртіп сақшылары 1,5 сағаттай сыз жерде жатып қалған нәрестені дереу ауруханаға жеткізіп, жан-жақты тексеруден өткізді. Қазіргі уақытта құзырлы органдар көкек анаға қатысты деректерді анықтауда. Ал тағдырдың тәлкегіне түскен баланы сәбилер үйі күтіп тұр.
Жаңа туған бала басы, үсті басы бәрі грязный топырақ, басы шөп. Болады, недельный болса, ең болмаса таза бір оралу керек қой шүперекке. Кіндігі кесілген, свежий. Ал Қарағандының номер 54-ші мектебінде оқитын 9-шы сынып оқушысына ашық туберкулез анықталды. Әзірге белгілі болғандай, оқушылардың барлығына манту егу салынған. Егуден соң өзін-өзі нашар сезінген Зумрат анасын ауруханаға апаруын өтінген. 28 оқушының жетеуі оқуға келмеген. Ата-аналардың айтуынша барлық манту егілген балалардың денсаулығы нашарлаған. Бәрінің мұрындары бітеліп, жөтел пайда болған. Баланың ыстығы көтеріліп, бас ауруы ұстап, құсық пайда болған. Бір тәулік бойы азапқа салынған анасы науқастанған баласын алып, 1 мамыр мейрам қарсаңда бүкіл ауруханаларды, соның ішінде тубдиспансерді аралап, дәрігерлердің әреңіз деп тапқан. Олардың барлығы балаға еш қауіп жоқ деп, мантудың әсері бар екендігін айтқан. Ал СЕС мамандары мантудан туберкулез тарау оқиғасының тек бір-ақ рет кездескенін айтады. Мантудан кейін ешқандай қиындық тууы мүмкін емес деп бекініп отыр дәрігерлер. Сонымен қатар мектепте де балалардың барлығы дін аман және сабаққа түгелдей келіп жүргенін айтады. Қызылордада қырымғанды дертімен ауырған 26 жастағы азамат аурухана төсегіне таңылды. Көктем шыға қауіпті жұқпалы аурулардың біріне айналар кенеден келер кеселдің тағы бірі тіркелді. Мұның алдында ғана Шиелі ауданынан да осындай күдікпен тағы бір ауыл тұрғыны ауруханаға жатқызылған еді. Қолтығына жабысқан кенені жұлып тастап оқиғаға мән бермеген азамат облыстық жұқпалы аурулар ауруханасынан бірақ шығарын білмеген еді. Аурухананың жан сақтау бөліміне түскен қала іргесіндегі Қызылжарма ауылының тұрғынына дәрігерлер кеңес өткізіп, қырымғанды безгегіне күдікті деген болжам жасаған. Барлық тексеруді өткізген науқас 2-3 күннен кейін ыстығы қайта қашып мазасыздана бастайды. Шұғыл жиналған дәрігерлік кеңес соңғы мәліметтермен танысып, қырымды қанды безгегі деген нақты шешім шығарды. Бүгінгі таңда 2 май күні ИФА зерттеуі сараптамасының нәтижесі оң теріс болып, сағат 15:00-де дәрігерлер консилиум жасап, крем-қонды қанға безгегі қойылды. Ал ішімдікке мейлінше тойып алып, өзен жағалауында театрланған қойылым көрсетуден арсынбаған Семей балықшыларын тәртіп сақшылар ұстады. Бірнеше жұтымнан кейін балық пен қармақты жайына қалдырып, сайран салған еркектер полицейлердің жетер еді дегеніне әзір көнген. Балықшылар қайыққа отырардан бұрын аш суға сылқия тойып алған болса да, бірнеше килограмм балық аулап үлгерген көрінеді. Тәртіп сақшыларына дес бермей, жығылып, жылап, полицейлермен ергесуге дейін барған маскүнемдер камерадан жасқанбай ерсі қылықтарын көрсетулерін доғармаған. Қазір кезде олар бейімдеу және айықтыру орталығына жеткізілген. Заңсыз балық аулағандар үшін оларға 15 000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Азаматтарды жағаға шығуды өтінген сұраған кезде олар жаңағы ары қарай жүзе бастайды. Сол кезде полицейлер төтенше жағдай қызметкерлерін шақыртып, жаңағы олар өз қайықтарымен келіп, жаңағы 2 адамды жағаға шығарады. Маңғыстау облысы жетімдер үйінің тәрбиеленушілері баспанасыздар қатарын көбейтті. Кәмелетке енді толған жас қыз жігіттерді балалар үйінен бірден үлкен өмірге, нақты айтар болсақ, далаға аттандыруда. Жетімдер үйсіз, тіркеусіз және жұмыссыз көшеде жүруге мәжбүр. Билікке бағытталған үндеулер баяғысынша жауапсыз қалған. Маған әрине түк жетпейді. Мысалы, қазір үйімде тамақтан ештеңе жоқ. Мені қойып, кішкентай баланы ойлаңызшы, оған ұнтақ ботқасы, сүт, дәрумендер қажет, ал біздің қалтамыз оны көтермейді. Жас отбасы Итченкалар пәтер жалдап тұрады. Нөміріктен ескі орындық, аласа шкаф, жайма төсек бар. Осындай қарапайым баспана үшін олар 15 000 теңге төлейді, ал жалпы еңбек ақысы 30 000 теңге. Ақтауда Яковсында адамдар 100-ден асып жығылады. Қазақстанда ата-ана қамқорлығынан айырылып, жетім қалған балалар саны 30 000-нан асады. Соңғы 5 жыл көлемінде Маңғыстау облысының балалар үйінен 600-ден астам адам жырақтады. Солардың кем дегенде 400-і үйсіз қалған. Осы жылдар аралығында Ақтауда тұрғын үйге 1-1 шаршы метр жер бөлінбеген. 1 мамырдан бастап телефон байланысының тарифтері тағы 20%-ға қымбаттады. Бірақ себебін түсіндірген ешкім болмады. Кедей емес ұлттық компанияның тарифтерді негізсіз көтеруді әдетке айналдырған депутаттарды енді түсінген сияқты. Олардың ойынша, мемлекеттік компания шенеуніктердің жалақыларын көтеру үшін тарифтерді өсіріп жатқан ұқсайды. Сондықтан Қазақтелекомның басшысынан бастап, бөлім бастықтарына дейін жалақыларының көлемін ашық түсіруін хабарласын деп талап қойып отыр. Өйткені кезінде айына $365 000 жалақы алып отырған Қазақтелеком компаниясының басшысының деңгейіне әлі ешкім жете қойған жоқ.
Өткен жылдың ақпанында ғана Қазақтелеком қаладағы тарифтерін 18%-ға, ауылда 30%-ға көтерген еді. 1 мамырдан бастап тағы да 20%-ға қымбаттады. Нақтырақ айтқанда, бұған дейін ай сайын телефон үшін төлеуге міндеттелетін 624 теңге 748 теңгеге көтерілді. Есесіне интернет қызмет үшін төлем арзандатылыпты. Алайда тінекейіп бастаған депутаттар, интернет ірі қалаларда ғана бар, шалғай ауылдарда жоқ болса, мұның қажеті қанша, сапасы да көңіл көншітпейді. Одан да олардың айдықтарын есептету керек деді. Өндіріс ошақтарының өсуі кесірінен Өскемен қаласы жабылады. Дәл осы сөз аймақ тұрғындарының таңданысын тудырды. Экологиясы азаматтардың денсаулығына кері әсерін тигізген өлкенің жабық болуы халықтың наразылығына да әкеп соққан еді. Алайда бірнеше жылдан бері газдану өте жоғары деңгейдегі қаланың жағдайы жергілікті биліктің назарын енді ғана түскен сыңайлы. Кішкентай қаладағы кәсіпорынның көптігі көпшіліктің мұңына айналғалы қашан. Металлургиялық заводтар мен комбинаттар сияқты алып өнеркәсіп орталықтарынан шығатын қоқыс алақандай аймақтың ауасын ластап, азаматтар ауруханалардан шықпайтын халге жеткен. Десе де экология сыр берген өңір, өндіріс орындарының толығу кесірінен толығымен жабылады екен деген ақпарат жұрттың жағасын ұстатқанды. Жауап болған дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені енді шынын айтқанда мына қаланың көп тұрғыны орыс. Қазір көшіп келе жатқандар қазақтар. Сондықтан бізге көшіп келе жатқан қазақтарға ол қала жабылып қалады секілді. Экология осы соңғы 2 жылда мына жаңадан завод қосты ма, не істеді, содан бері өте жаман. Мына біттей сәбиден еңкейген қарияға дейін ауырып, денсаулықтар дұрыс емес, көбінде давление, жүрек ауырлары, бас ауырлары өте көп. Экология вообще біздің денсаулығымызға, конечно, зиян келтіреді. Сосын баладарымыз да ауырады. Бұған қоса кәсіпорын қалдығының ауада қалықтап тарқамауда таулы аймақта орналасқан Өскеменнің экологиясына кері әсер етеді дейді эколог мамандар. Кең жазық дала болмағандықтан желде ластанған ауаны тазартпайды, сондықтан өнеркәсіптен шыққан қара түтінде қаланың қазіргі жағдайын жақсарта алмайтын көрінеді. Облыс бойынша 1,5 миллиардтан астам өндірістік қалдықтар тарихи дейді. Тарихи өндірістік қалдықтар ол бұрыннан қалған. Ол да өзекті мәселе болып тұр. Жыл сайын бізде 40 миллионға таяу тонна өндірістік қалдықтар пайда болады. Оларды залалсыздандыру керек, өнімдеу керек. Бір қызығы экологияның жағдайын беске біліп отырған жергілікті шенділер Кәрім Мәсімовтің атына енді ғана жағдайды оңалтудың жолын айтып хат жолдапты. Ал қаланың тұтастай жабық аймаққа айналады дегені азаматтар арасындағы алып қашпа сөздердің бірі ғана дейді биліктегілер. Бұл қауесет, бұл жай халықтың бір шығарып отырған, бір әдейі шығарып отырған бір сөздері деп айтуға болады. Бұған қоса жеке тұрғын үйлерден шығатын қара түтіннің мөлшерін есептеп, оны бақылауға алатын бірде-бір мемлекеттік мекеме жоқ. Ал бұл сапасы онсыз да сын көтермейтін қаланың экологиялық мәселесін шешуге оң әсерін тигізбейтін анық. Лимар Салихната Бұлқайыров, арнайы информбюро үшін Өскеменнен. Алда көретіндеріңіз. Қазақтың қыршындарының қызыл қаны төгілген, тәуелсіздіктің тағдыр шешілген желтоқсан алаңының астында ең ірі жер асты сауда орталығы ашылды. Тимошенконың туыстары экс-премьер өліп қалама деп алаңдайды. Түрмеде оны ұрып соққан соң саясаткер неше күннен бері нәр татпаған. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматы облысында киіз үйдегі кісі өліміне қатысты қылмыстық істің ақ-қарасы анықталмай жатып, тағы бір шаңырақ қара жамылды. Сенбі күні Талдықорғандағы облыстық сотта жаңа куәмен беттескен Сқабылов есімді азамат ертесі күні өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болған. Сол күнгі сот процесіне келген бұл кісіні қылмыстық істе пайда болған жаңа куә адам өлтірді деп көрсеткен болатын. Ауылдастары ақиқаттың ауылы жақындағанын білген сәтте осындай қадамға барып деседі. Тақырыпты марқұм Сқабылов куәлік еткен соңғы сот процесіне қатысып қайтқан тілшіміз Ирина Советшанғыз тарқатады. Естеріңізде болса, аудандық ішкі істер басқармасын басып алуға әрекеттенген бұл топ балаларымыз жазықсыз қамалды деп бас көтерген болатын осыдан 1 ай бұрын. Алайда әлі күнге апелляциялық шағымды қарап шыққан сот соңғы нүктесін қоймапты. Қылмыстық істе табылған жаңа куәні қорғауды да құзырлы орган емес ұлдары түрмеге тоғытылған топ өз міндетіне алған. Бұл жолы қылмыстық істі өз көзіммен көрдім деген жаңа куә басқа куәгерлермен беттесті. Құлағын кезінде мынау екінші рет пышақ. Екінші рет тұрып сол кезде аттан түстім да. Мынау пышақты лақтырып алып. Аттан түстім да, кеудесін ұстадым. Сол кезде тірі жатқан жаңағы қияламады. Тірі жатқан. Сен осындай құрттыңдар ғой, өлтірдіңдер ғой, мынауын деген қып-қызылмас.
Саят Қайранбаев өзіне қойылған 9 айдан бері неге тығылып жүрдің деген сауалға Сқабыловтың нашақор екенін, өз отбасы үшін, әсіресе кішкене қыз балалар үшін қорыққанын айтып жауап берді. Ал жаңа куәнің дәлелін жалаға балаған Руслан Сқабылов болса, сот процесінде өзін басқаша ұстады. Бұл туралы сотталушы тараптың қорғаушысы ескертті де, бірақ сот процесінің өтуіне бұл дерек кедергі жасамады. Мен сіздердің сұрақтарыңызды түсіндім, мен сіздерге қысқа нұсқа жауап бере салайын аға. Бұл мына жиналып отырғанның бәрі менің кесімнен аға, өз тілім өзім жауым дейді ғой. Бұл кісіні киіз үйдегі кісі өліміне кінәлі негізгі адам деп көрсетті жаңа куә. Айтуынша марқұм Жетпісбаевпен арасындағы араздық оқиға болған күннен бұрын басталған көрінеді. Бұрын екеуі де істі болып сотталған, бірақ абақтыдан алғаш оралған Сқабыловқа Жетпісбаевтың түрмеде сен егеу құйрық болғансың, сен ішкен ыдыстан біз тамақ ішпеуіміз керек деп кемсіткені жақпаған. Салдары адам өлімімен аяқталды дейді жаңа куә. Өкініштісі осы сот процесінің ертесі күні Сқабыловтың өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болған туралы қаралы хабар жетті. Шалғасынан жатқан кезде салғап шақты? Иә. Ал енді сіз тергеу экспериментінде жауабыңызды оқиға болған жерде тексеру кезінде сіз қалай деп бердіңіз? Тура солай деп бердім. Біз видеокассетадан көрдік түсірілген. Сіз ол кезде, есіңізге түсірейін, қырынан жатқан кезінде салды деп көрсеткеніңіз бар. Адам өліміне қатысты істің басы қасында жүрген куәгер Нәкібаев неге тілшілермен тілдеспей қойды. Ал 9 айға созылған сот соңғы шешімін тағы да шығармады. Келесі сот процесі мамырдың 7-сіне қалдырылды. Ирина Саветчан, Думан Сүлейменов, Қайрат Әкімбаев, Информбюро 31 арна, Алматы облысынан. Ал Алматыда 3 жылға жуық Интерполдың іздеуінде жүрген Әлібек Қайымсұлтановқа қатысты сот процесі басталды. 3 адамның өмірі қиылған жол көлік апатының себепкері болған Әлібек шетелге қашып кеткен болатын. Биыл сот Әлібек Қайымсұлтанов ішкі істер департаментіне өз еркімен келген еді. Естеріңізге сала кетсек, Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс басқармасының бұрынғы бастығы, қазірде Трансстроймост құрылыс компаниясы президентінің ұлы Әлібек Қайымсұлтанов 2009 жылы қазанның 18-нен 19-на қараған түні Алматыда әкесінің Porsche Cayenne көлігімен 4 жолаушысы бар Toyota Camry'ге соқтығысқан. Салдарынан Camry'дегі 2 бойжеткен оқиға орнында, көлік жүргізушісі келесі күні ауруханада көз жұмған. Әлібектің қорғаушысының айтуынша, бұл іс орта деңгейдегі қылмыс, тараптардың татуласуына және істің тігісі толығымен жатқызылуына байланысты тоқтатуға болатынын айтады. Сот отырысы жәбірленушінің іспен толық таныспауына байланысты 4 мамырға шегерілді. Бірақ жәбірленуші тараптың моральдық, материалдық шығыны толығымен өтеліпті. У нас на руках имеются, во-первых, соглашения. Біздің қолымызда барлық келтірілген шығынның өтелгені туралы келісім бар. Жәбірленушілерге қанша көлемде өтемақы төленгенінде көрсетілген. Бұл істі тараптардың татуласуына байланысты тоқтатуға болады. Алдын ала тыңдалымда біз осындай өтініш білдірдік. Мемлекеттік айыптаушы да қолдады. Заңда да көрсетілген. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко өлім аузында жатыр. Естеріңізде болса, абақтыда отырған Тимошенконы түрме қызметкерлері ұрып соққан соң, саясаткер аштық жариялауға бел болған. Қазіргі уақытта ол тек су ғана ішіп жатыр. Анасымен бірнеше күн бұрын жолыққан Евгений Тимошенко оның аштықтан қатты әлсірегендіктен көп қозғала алмайтын жеткізген. Ендігі Евгенияның бар үміті Украина билігі анасының Германияға барып емделуіне рұқсат беруі. Себебі Тимошенко Украина дәрігерлеріне сенбейді. Ал жақында ғана Чехиядан саяси баспана алған экс-премьердің жары Александр Тимошенко әйелін аштықты доғаруға шақырды. Александрдың пікірінше, оның өмірінің қыл үстінде жатқаны тек бір адамға ғана, Украина президенті Януковичке ғана тиімді. 9 мамыр жеңіс күнін көпшілік мерекелік шерумен атап өтсе, қаламыздың кей тұрғындар аталмыш күнді еске алудың басқа түрін ойлап тапқан. Алматылықтар еліміздің байрағы мен Кеңес одағының туын қадарластырып, аулаларына түсіріп іліп қойыпты. Көршілердің айтуы бойынша бұл үрдіс жыл сайын қайталанып тұратын көрінеді. Мамыр айы басталысымен қалалық отбасы қос жалауды шығарып, өткен кеткендерге көрінетіндей етіп бір ай бойы іліп қояды екен. Бұған соғысқа қатысып, неміс әскерімен қаймықпай күресіп отан үшін от кешкен аталарының ерлігі түрткі болған көрінеді. Дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні қарсаңында әділсіз қоғамдық қоры мен Қазақстанның журналистер одағы бірге ұйымдастырған карикатура байқауы аяқталды. Биыл 5-ші рет өткізіліп отырған конкурсқа Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан суретшілері де ат салысқан екен.
Суретшілер еңбектерінде журналистер қызметінде жиі кездесетін келеңсіздіктерді арқау етіп, күрделі мәселелерді әзіл мазақпен ұтымды бейнелеген. Бұған елімізде болып жатқан түрлі ахуал түрткі болған. Үкімет ауысқанымен баспасөз бостандығының кепілі күшеймей тұрды дейді байқау ұйымдастырушылары. Айтуларынша ғаламторға цензура салынды. Тілшілерге жасалып жатқан шабуылдар саны азаймай тұр. Бұған Лұқпан Ахмедияровқа ерекше қатыгездікпен жасалған соңғы қастандық дәлел бола алады дейді жиналғандар. Байқау қорытындысы бойынша ең үздік карикатурашы Николай Верещиков деп танылды. Бірінші жыл осы бастағанда 20 шақты келді. Кейін көбейіп келе жатыр. Биыл қарасақ 60-қа санын қарасақ 60-қа таман бізге жұмыс келіп отыр. Қазақтың қыршындарының қызылғаны төгілген, тәуелсіздіктің тағдыры шешілген желтоқсан алаңының астынан ең ірі жерасты сауда орталығы ашылды. Кеше ғана Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғимаратты аралап, оң бағасында беріп кетті. Әріптесім Айда Боранбай да жерасты нысанын көріп, қызықтарымен танысып қайтты. 2007 жылы бастау алып, даудамайға ұшырап, дағдарысқа байланысты 2 жыл бойы тоқтап қалған жоба 2009 жылы қайта қолға алынып, биыл толық қала тұрғындарының игілігіне ұсынылып отыр. Шаһар басшысы Ахметжан Есімов салтанатты түрде ашқан нысанның жалпы аумағы 25 000 шаршы метрді құрайды. Орталық 3 қабаттан тұрады. Өзге сауда орталықтарынан біздің ең бірінші ерекшелігіміз жердің астында, республика алаңының қақ ортасында орналасуымызда. Бұндай сауда нысаны Алматыда тұңғыш рет салынып отыр. Сондықтан бұл нысан алматылықтар мен қонақтардың ерекше ықыласына бөленеді деп есептеймін. Сауда орталығының қызметкерлерінің сөзінше нысанның сейсмикалық тұрақтылығы плюс 10 балды құрайды. Кешен 6 көшіру жолдары мен сондай-ақ өрттен қорғайтын 2 бөлмемен жабдықталған. Құрылыс кезінде бұл жобаға барлық тексеруші компаниялар жұмылдырылды. Сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ. Бұл орталық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін барлық қажетті заттармен жабдықталған. Жоба талаптарға сай. Алмалы сауда орталығында 80 атақты брендтердің дүкені, мейрамханалар мен дәріханалар бар. Сондай-ақ 400 адамға арналған 6 залды Бекмамбетов кинотеатры осы жазда ашылады деп күтілуде. Айда Боранбай, Ринат Абылқайыров, Информбюро, Алматы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алда жарнама және ауа райы мәлімет келесі кездескенше. Аман сау болыңыздар.